Көптен бері құпия болып келген шындықтың беті ашылатын күнде келді. Доған мен Чагла Тахир бидің Бихраммен кездесуге келгенін өз көздерімен көріп, аң-таң болып қалды. Екеуі бірден бұл кездесудің жайдан жай емес екенін түсінді. Алайда олардың білмейтіні, осы кездесуден бір күн бұрын Тахир бидің өзі Бихрамды арнайы шақырып, Махинурдың бостандығына қатысты келіссөз жүргізген еді. Дегенмен Тахир бидің көңілін бұзған тағы бір жағдай болды. Шемшік оған сыйлық ретінде мелектің күнделігінен бір парақ жіберген екен. Қолына тиген парақты оқыған Тахир бидің жүзі күрт өзгеріп ашуға булықты. Әлгі жазба оның көптен бері жасырып жүрген құпияларын еске салғандай болды. Осы уақытта Фикрет пен Сифаның арасында үлкен жанжал туындайды. Ашуға мінген Фикрет енді Нұргүлді бұл үйде қалдырмаймын, басқа жаққа жіберемін деп кесіп айтады. Оның бұл сөзі бәрін таңғалдырады. Ал Сауда Тахир биді көрген сәтте есінен танып қала жаздайды. Оның түрінен қорқыныш пен сенімсіздік анық байқалады. Доған уақыт жоғалтпай жеке жайға қарай бет алды. Ал Чагла бомба жарылысын ұйымдастырды деген күдіктімен кездесуге аттанды. Дәл сол сәтте Синан да ауруханадан шығып, көптен күткен үйіне келеді. Дәрігерлер оған біраз уақыт арбада отыруға тура келетінін ескерткен. Соған қарамастан Синан туған үйіне оралғанына қатты қуанады. Бірақ оның қуанышы ұзаққа созылмады. Есіктен кірген бойда дастархан басында отырған Тахир биді көріп қатып қалды. Демек бомбаны ұйымдастырған сен екенсің ғой, деді Синан ашуға булығып. Осы кезде Доған да ішке кіріп, ештеңеден тайсалмай Тахир бидің көзіне тіке қарап: бұдан былай біздің арамызда ашық соғыс басталды. Енді ешкімнен қорықпаймын, деп мәлімдейді. Үйдегілердің бәрі Тахир биді елемегендей дастархан басына жайғасып, тамақ іше бастайды. Мұндай қорлыққа шыдай алмаған Тахир би ашуға булығып, Ламияны ертіп үйден шығып кетеді. Ал Чагла күдіктімен кездескенде мүлде күтпеген жайтқа тап болады. Қауіпті қылмыскер деп ойлаған адамның небәрі 17 жастағы қорқып отырған жас өспірім екенін көріп, өзі де аң-таң қалады. Баланың үрейден денесі дірілдеп отырғанын көрген Чагла оған жұмсақ сөйлеп, сеніміне кіруге тырысады. Ұзақ әңгімеден кейін жас өспірім ақыры үнсіздігін бұзуға дайын болғандай әсер қалдырады. Бірақ дәл осы кезде Тахир би бұл жағдайдан хабардар болып қояды. Ол дереу Бихрамға телефон шалып: істі дереу дұрыста. Ешқандай із қалмауы керек, деп бұйрық береді. Чагла алған мәліметтерін Доғанға айту үшін кездесуге келіседі. Сонымен қатар екеуі әлгі баланың үйіне барып, отбасымен сөйлеспек болады. Алайда олардан бұрын Бихрам жетіп үлгерген еді. Қарапайым махаллада орналасқан ескі үйдің ішінде ауыр көрініс орын алып жатқан болатын. Баланың өгей әкесі ақша үшін оны барлық кінәні мойнына алуға мәжбүрлеген. Бұл үшін Тахир бейден қомақты ақша алғаны белгілі болады. Енді ол ашуға булығып, баланың анасы мен кішкентай інісіне айқайлап, қол көтермек болғанда үйдің есігі тарс ашылады. Ішке Бихрам кіреді. Ештеңе деместен өгей әкесін тоқтатып, оны үйден сүйреп алып шығады. Оның адамдарымен бірге әлгі адамды аяусыз жазалай бастағанын көруге болады. Ал бұрышта үнсіз тұрған жас өспірімге қараған Бихрамның жанары бір сәтке өзгеріп кеткендей болды. Оның жүзінен мейірім байқалды. Бихрам баланың еш кінәсі жоғын түсініп, оны кепіл ретінде өзімен бірге алып кетеді. Осы кезде үйге Фикрет келіп жетеді. Бірақ бәрі кеш еді. Ол болған оқиғаны көріп, дереу Доғанға хабарласып: баланы алып кетіпті, дейді. Ал түрмеде көптен күткен күнде жетті. Мелекке бостандыққа шығатынын хабарлайды. Ол камерадағы бірге отырған әйелдермен бір-бірлеп қоштасады. Әсіресе Махинурмен қоштасу екеуіне де ауыр тиеді. Қиын күндерді бірге өткізген екі әйел көздеріне жас алып, бір-біріне амандық тілейді. Осы уақытта Бихрам жас өспірімді жаңа киімдер алып беріп, қаладағы аттракциондарға алып келеді. Бала алғашында одан қатты қорыққанымен, Бихрамның ешқандай жаман ойы жоқ екенін түсіне бастайды. Осындай сәттерде Бихрамды толықтай жек көру қиын екенін аңғаруға болады.
Қанша қатыгез болып көрінсе де, оның жүрегінің түбінде мейірім әлі де сақталғандай. Алтын болса Ламияның бөлмесін тінтіп шығады. Бірақ қанша іздегенімен Тахир бейге қарсы қолданатын ешқандай маңызды дәлел таба алмайды. Ақыры көптен күткен сәтте келіп жетті. Түрменің темір қақпасы баяу ашылады. Мелек еркіндікке алғашқы қадамын жасап, таза ауамен терең тыныс алады. Бірақ оны сыртта қандай тағдыр күтіп тұрғанын әзірге ешкім білмейді.